Болашақ корпоративтік қоры. Өзіңнен баста жобасы. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Біздің бұл жолғы дубляждаған фильміміз Walt Disney компаниясының Encanto мультфильмі. 50 жыл бұрын бұл шырақ бізге ғажайып күш сыйлады. Біздің үйімізге, кассетамызға сиқырдың арқасында жан бітті. Бұл бір көңіліңізді көтеретін, жаныңызға жылулық сыйлайтын, отбасылық қарым-қатынасты реттеуге септігін тигізетін туынды деп айта аламын. Абуэлла деген аналарының рөліне шақырылдым мен. Жасы маған келсе де, оның дауысы, бұл оның үстіне музыкалы мультфильм ғой. Сондықтан оның жаңа ән айтқандағы тембры, тональнысы дегендей маған кішкене келмейді. Сондықтан біраз ізденуге, жұмыс істеуге тура келді. Мирабель Бруноның болжамын тауып алыпты, ол өзін көріп енді ғажайып құррейд! Долорестің мінезін көрсету мен үшін әрине қиынға соқты, себебі ол менің бірінші тәжірибем. Бірақ дегенмен енді ұжымға үлкен рахмет, себебі олар маған қатты көмектесті. Ол айтқан маған, мен ұнатқан адам басқанан бағы деп таңдаған. Мен дыбыстайтын Бруно кейіпкері өте қызық, маған бірден ұнаған болатын, ертең көрермендердің естерінде қалатынына кәміл сенімдімін. Өйткені бір маңызды тақырыпты қозғап келе жатады да, бірден басқа тақырыпқа секіре салады деген сияқты. Өзі бір тылсым күштермен күресетін жан. Әй қыз! Кешір. Түсінші, сенше бір нәрсені әлі ұқпадың. Отбасымыздың тағдыры Изабелланың Аха. Отбасымыздың басқа мүшелері сияқты сен де өзгешесің. Мен дыбыстаған кейіпкер осы мультфильмдегі Мирабель басты кейіпкердің анасы, өте мейірімді. Өзінің бір бойында ерекше қабілеті бар. Тәтті дәмді тамақ істеп бергенде күйеуін де, қызын да, бүкіл жағалауындағы адамдарды емдеп жазып жіберетін бір ерекшелігі бар. Тәжірибем мол деп айта алмаймын, бірақ әр келгенде, әр осы кастингтен өткенде балаша қуанатыным бар. Себебі мен үшін ол жаңа тәжірибе. Менің дыбыстаған кейіпкердің аты Феликс. Өте көңілді, өте тапқыр, дарынды десек болады. Феликстің көптеген жағдайда өте тапқырлығы, оның даусында да естілу керек болатын. Сондықтан, мысалы бір боран болып жатқан, қатты жел болып жатқан кезде, мен Феликстің даусы шынайы шығу үшін бір аяққа тұрып, кәдімгі өзімді бір баланстан жоғалтқым келді. Сол кезде шынымен де қатты желде тұрған адамның даусындай жаңағы енді қылуға тырыстым. Пеппа, мынаған қара, гүлдерді ұшырып жатсың, гүлдерді құртасың. Маған берілген мүмкіндік, сиқырды мен құтқарам. Тоқта, сиқырды қалай құтқарам? Мен бұл жобада Мирабель кейіпкерін дыбыстадым, өте қуаныштымын. Жалпы Арай Медиа Групппен бірлесіп жасап жатқан менің музыкалық үшінші жобам. Бұған дейін де Диснейдің біраз ханшайымдарды дыбыстаған болатынмын, бірақ Мирабель мүлдем өзгеше, өйткені ол ішкі жан дүниесі күрт өзгереді. Ол айтады ғой, темпераментті қыз, өте жылдам, сөйлегені де өте жылдам, ән айтқаны да жылдам, рэп оққаны да жылдам, бәрі жылдам. Мен әрең үлгердім. Дәл осы жерде тұрып, осы студияда тұрып, осы жерде айғайладық та, Мирабельдің шыңғырған дауысында салдық. Сол Мирабельмен бірге күрсіндім, жыладым, ойнадым, секірдім, ән айттым. Енді ең бастысы маған өте ұнады. Мариана, осы кештің қонағы үйленуге әпкемді алсаң болады, ол ғажап қыз таныстырып қаласаң, бәрі арамызда қалады, мен қайтайын ойында сау бо. Болмай қалды соңғы. Тағда? Есімім Анель Сергейбаева, Encanto мультфильмінің музыкалық жетекшісімін. Жалпы, бұл анимациялық фильмнің Диснейдің басқа жобаларының ерекшелігі әнмен бірге речитативпен рэп элементтері болуында. Речитативте ең бастысы ритмді ұстап алу керек. Актер ритмді түсіне алып, соған даусымен актерлығын икемдей алса, речитатив қиын болмайды. Бірақ ритмге түсу үшін әрине уақыт, дайындық қажет. Бәлкім Луиза сияқты күшті емес шығармын. Есектен тағы шығып кетті. Құрметті достар, қазақша сөйлеуді әуелі өзімізден бастайық. Қазақша сөйлейік, өзімізден бастайық.
қазақ тілінде сөйлеуді өзімізден бастайық. Қазақша көрейік. Қазақша ән айтайық, рэп оқиық. Қазақша сөйлеуді өзімізден бастайық. Қазақ тілінде сөйлеуді өзімізден бастайық. Қазақша сөйлеуді өзімізден бастауымыз керек. Қазақша сөйлеуді өзімізден бастайық. Энканто мультфильм қазақша нұсқасын көруге кеңес беремін. Энканто